أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барлықтарыңызға Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Құран әр нәрсені түсіндіруші, хидаят және рақым деп Ан-Нахл сүресінде 89 аятында бізге Аллах Тағала мәлімдепті, және бүгін то және джим әріптерін Алла қаласа өтетін боламыз. Бисмилля, алдымен ниеттеріңізді жаңартып алыңыздар. Бисмилля, я Раббым, тек өзіңнің разылығың үшін осы дәрісті қарауға үйренуге, Алла қаласа осы өзіңнің кәләміңді оқуды біздерге нәсіп ет қатесіз деп. Жүректеріңізге сондай хайырлы, пайдалы білім нәсіп етсін. Алла қате кемшіліктерімізді кешірсін. Бүгінгі әріп то және джим әріптері. То әріпі ол жуан әріп. Жуан әріп. То, ты, ту. То, ты, ту. Өзінен алдында, өзінен кейін де әріп жалғайды, және қалқала сифаты бар. Қалқала дегеніміз, егерде то әріпін біз сукундымен келген кезде, оны біз тербетіп оқитын боламыз яғни. Жалпы жуан әріп, өте жуан әріп, бізде араб тілінде 7 әріп жуан болса, оның 4-еуі өте қатты жуан болып есептелінеді. Осы ең қатты жуан әріптердің бірі осы то әріпі. Яғни кәсірамен келген кезде ты деп оқимыз. Енді сіздерге мен жазылу үлгісін мұқият қараңыздар, жазып көрсетейін. То әріпі бір кетіп бара жатқан, суда кетіп бара жатқан бір қайыққа, кемеге ұқсайды. Өзінен алдын және өзінен кейін әріп жалғайды. Сызық жеке тұрған кезде сөз басында жазылу үлгісі, сөз ортасында және сөз соңында жазылу үлгісі. Өз қалпына қайта келеді, мына жерінен әріпті жалғайды. Мұқият назар аударып, әріптерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Енді сөздерді оқитын боламыз. Бұл жерде бірінші бізде то және л әріпі берілген. Толь, толь, той, 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 шәті, шәто, шәто. Және жуандық сифатын беріп оқу керекпіз. Шәто, қото, тәқото, вәтон, вәтон, толәбі, тороф, 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 тухру, тухру, тифлю, мәтор, мәтор, мәтоләбі, мәтоләбі, мәсқото, мәсқото, мәутин, мәутин, мәрбито, мәрбито, истоберо, истоберо, ястобиру, ястобиру, истеутоне, истеутоне, ястеутину. Қараңыздар, мына жерде сод әріпін жуандатып және ысылдатып оқимыз. Мына жерде син әріпін жіңішкелетіп және ысылдатып оқимыз. Истоберо, истоберо. Енді тілдеріңізді жақсылап, өздеріңіз сезініп көріңіздер. Тіліңіздің арты көтерілу керек. Сод әріпін айтқанда, енді жіңішкесін айтқанда ол түседі. Истеутоне, истеутоне, естеутину. Енді то әріп мен тә әріпінің дыбысталуын салыстырамыз. Тәроф, тәроф, тороф, тороф, сәбіту, 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 мустатир, мустатир, мустатир,
Мустатир. Келесі әріп бізде джим әрпі. Джим әрпі д мен ж-ның қосындысы. Бұл әріпте қалқалы болып табылады және бұл әріп жіңішке әріп. Өзінен алдын, өзінен кейін әріп жалғайды. Өзінің несінде махражында жақсы орныққан және бұл әріптен әджі джим әрпінен яғни ауа шықпайды. Жазып көрсетейік. Сөз басында, сөз ортасында және сөз соңында жазылу үлгісіне мұқият назар аударыңыздар. Мынандай бір қалпағы болады және нүктесі болады. Джим әрпі. Сөз басында жазылу үлгісі осы қалпағы қалады. Былай қарап өзінің қолын созады және нүктесі астында тұрады. Енді сөз ортасында жазылу үлгісі екі жағына қолын созады және нүктесі өзі орнына келіп тұрады, астында тұрады. Енді сөз соңында жазылу үлгісі бір жағынан қолын шығарып, қайта өзінің қалпына келетін әріп. Джим әрпі. Жә, жи, жу. Бізде қазақ тілдегі ж, жа, жи, жу деп айтуға болмайды. Жә, д мен ж-ның қосындысы. Жә, жә. Джим әрпін айтқан кезде тіліміздің ортасы көтеріліп, таңдайға бір тиіп, жеңіл тию арқылы дыбысталады. Бір рет тиіп өтеді. Бұл жерде бізде шин, яй әріптерін шығарды. Тілдің ортасынан негізі үш әріп шығады. Джим, шин, яй әрпі. Осының ең соңғы біздің танысып атқан әрпіміз бұл джим әрпі екен. Жә, жә. Тіліңізді сезініп айтып көріңіз. Жалпы дәріске келгенде қалам, қағаз, кітабыңыз және алдыңызда айна болса тіптен жақсы. Тіліңізді, аузыңызды қалай қимылдап жатқан барлығын сезініп көретіндей. Жә, жи, жу. Жәм, жәм, жәр, жин, жәбі, жәл, жәбәл, жәбәл, жәмәл, жәмәл, әжру, әжру. Көрдіңіздер ғой, қалай тербетілу керек екен. Фәжру, фәжру. Жәухәру, жәухәру. Мынау тамшы хәні өткенде мен сабақ тексергенде кішкене қателік кетіп жатыр. Хә деп қысып жатсыздар. Мүлдем қысуға болмайды. Хә жіберу керек. Кейін кейбір кісілер тамағын қырылдатады да, ондай хә емес бұл. Қазақ тіліндегі х деген емес те, жәухәру, жәухәру. Жәуробу, жәуробу. Тәжәуробә, тәжәуробә. Йәтәжә, йәтәжәу, йәтәжәуробу, робу. Истәжләбә, истәжләбә. Йәстәжлибу. Негізі сіздерге мен әр сабақта махражымен жеке сифатын айтып өтіп жатырмын. Неліктен? Өйткені бұл махраж, сифат дегеніміз жеке дәрістерді, өте ауқымды дәрістер. Бірақ сіздерде қазір кішкене болса да фундамент қалыптаса берсін деген мақсатпен айтып өтіп жатырмын. Негізі әріптің махражын білген, ол ертең ережелерді жақсы меңгеруге көмектеседі. Ал сифатын берген Құранда оқыған кезде қиналмастан бір Құранның рахатын, Құранның ләззатын сезінуге көмектеседі. Аллах тағала сондай мейірімді, сондай ұлы, сондай құдіретті өзінің мейірім махаббатымен осы әріптерді жаңалдегі ауа шығатын, жіңішке, жуан, қалқала етіп бізге сондай бір жеңілдетіп берді. Неге айтайын ба? Өйткені біз Құранды оқып жатқан кезде ешбір қиналмасын деп. Құранды оқыған кезде ауа шығатын әріптермен сіз
ішіңіздегі деміңізді шығарып жібересіз. Және ал тербететін әріптерде де тербетілген кезде әжі дегенде кішкене болса да дем шығып кетеді. Анау демнен қысылып қалмасын деген мақсатпен. Тоқтайтын кезде де мысалы үшін сондай бір оқып келе жатып тоқтаған кезде де сондай бір жеңіл ауаз шығу үшін сондай бір рахат сезімді Алла нәсіп етіп қойған. Сол сифаттарын білу арқылы сіздер әріптің оқыған кездегі жаңадегі әрбір несін ауа шығу, ауа шықпау, тербетіліп оқу, өзінің жәндегіде қатты дыбысталатын барлығын меңгерген сайын адамның Құранға деген андай махаббаты қатты артады екен да, және бір рахат сезімді сезінеді екен. Біліңіздер, бұл дүниеде тағамнан, түрлі заттардан бөлінетін, жаңа киімнен бөлінетін, жаңа сәбиді нәрестені сүйген кезде, баланы сүйген кезде бөлінетін ләззаттар бар, бірақ Құран берген ләззаттан артық емес. Егер сіздер осы Алла қаласа Құранға түскеннен кейін сондай бір Құран бір ләззат сыйлайды, ол ләззатты еш нәрсеге айырбастау мүмкін емес. Расында бұл Құран ең тура жолға бастайды. Исра сүресінің 9-шы аяты. Әріптерді күнделікті толығымен жазасыздар, сөздерді 33 реттен оқимыз, қайталаймыз, өз-өздеріңізді бағалап, жуан жіңішкелегін жазылып, махражын және атауын толығымен жазыңыздар. Пайдалы білім болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.